Джо Байден кім? Өмірбаяны, жеке өмірі, фотомұрағаты. Джо Байден 2020 жылғы сайлауда Америка құрама штаттарының демократиялық президенті болып сайланды. Біз оның өмірбаяны, саяси мансабы, отбасы және Дональд Трамппен бәсекелестігі туралы әңгімелейміз. Джо Байден, толық аты жөні кіші Джозеф Робинет Байден. 1942 жылы 20 қарашада Скрантон қаласында, яғни Пенсильвания, ақш-та дүниеге келген. Оның әкесі бизнесмен болған, бірақ бастапқыда онша сәтті болмады. Ол ата-анасынан мұраға қалған байлығынан айырылып, отбасын Делаверге көшіруге мәжбүр болды. Соңында ол сәтті пайдаланған автокөлік компаниясын құрды. Джо Байден 10 жасынан бастап Делаверде тұрып, бастауыш және жоғары білім алды. Мектепте бала бағаларымен жарқыраған жоқ. Бірақ ол бірден қоғамдық жұмыстарға бейімділік танытты және бірнеше жыл бойы сынып жетекшісі болды. Ол сонымен қатар мектебінің бейсбол және футбол командаларында ойнады. Футбол командасының мүшесі болды және Делавер университетінде бірінші курс студенті болды. 1965 жылы Байден тарих және саясаттану бакалавр дәрежесін алды. Сонымен қатар ағылшын тілі курсынан өтті. Осыдан кейін Байден Сиракуз университетінде тағы 3 жыл оқып, заңгер мамандығын алды. Осы кезеңде ер адам әскери қызметке шақырылды, бірақ демікпе ауруына байланысты қызметке жарамсыз деп танылды. Білімін бітіргеннен кейін Байден бірнеше заң фирмаларында жұмыс істеді. Негізінен мүлік құқығымен айналысты. Бірақ заңгерлік қызмет әрқашан оның саяси мансабына қосымша болды. 1969 жылы Байден Делавердегі туған округінің кеңесінде сайланды және тамаша саяси қабілеттерін көрсетті. Демократиялық партияның мүшесі бола отырып, дәстүрлі республикалық аймақта жеңіске жетті. Ер адам кеңесте 1972 жылға дейін жұмыс істеді. Содан кейін ол өзінің ең жарқын және мүмкін басты саяси жеңісіне қол жеткізді. ақш сенатына кіру үшін ең төменгі жасқа жеткен ол Делаверден орын алу үшін бәсекелесуге шешім қабылдады. Байденнің қарсыласы 1960 жылдан бері сенат мүшесі республикашыл Калиб Бокс болды. Ол президент Ричард Никсонның қолдауына ие болды. Байденнің науқанға іс жүзінде ақшасы болмады. Оның отбасы мүшелері басқарды. Бағдарлама көшеде таратылатын парақшалар арқылы таратылды. Бақытымызға орай, штаттың шағын аумағы мұны жасауға мүмкіндік берді. Жас кандидатқа ешқандай мүмкіндік берілмеді. Сайлауға бірнеше ай қалғанда. Ол сауалнамада 30% жеңіліп қалды. Алайда, Байденнің жеке энергиясы Вьетнам соғысын аяқтауға негізделген бағдарламамен бірге оған ең аз 1,4% немесе 3,162 дауыспен сенсациялық жеңіс әкелді. 1974 жылы Time журналы сенатор Байденді тарихты жасайтын 200 болашақ адамның бірі деп атады. Содан кейін саясаткердің өзін либералды, яғни азаматтық құқықтарға демократиялық көзқарасты білдіретін адам ретінде де, түсік жасатуға теріс көзқарасты атап өткен консерватор ретінде де сипаттады. Содан бері Джо Байден 36 жыл бойы үздіксіз сенатқа қайта сайланды. Сенаттағы орнында ол қылмысқа қарсы күрестегі қызметі үшін атап өтілді. Онда ол қатал бағытты және халықаралық қатынастарды жақтады. Мысалы, Арменияға қаржылық көмек бөлудің бастамашыларының бірі болды. Саясаткер сонымен қатар Слободан Милошевичке қатысты сот ісін бастаушылардың бірі және Саддам Хусейннің биліктен кетуін жақтаған. Саясаткер гомосексуалистердің армияда қызмет етуіне тыйым салатын заңға және бір жынысты некеге тыйым салатын заңға дауыс беруімен танымал. Байден бірнеше рет президенттік науқанға қатысуға тырысты. Бұл бірінші рет 1987 жылы болды. Саясаткер жеткілікті күштік кандидат болып саналды. Бірақ бірнеше рет плагиатшыл және оның өткен бұрмалады деген айыптаудан кейін жарыстан бас тарту туралы шешім қабылдады. Байден 20 жылдан кейін екінші әрекетін жасады. Бірақ Хиллари Клинтон мен Барак Обаманың фонында маңызды кандидат бола алмады. Саясаткер бірінші лауазымға бәсекелестен бас тартқанын тез жариялады.
бірақ Обаманың вице-президенттікке қатысу ұсынысын қабылдады. Екеуін халықаралық қатынастарға деген көзқарастары біріктірді. Сонымен бірге, Байден Сенаттағы орын үшін науқанын жалғастырды. 2008 жылы 4 қарашада саясаткер Сенаттағы да, президенттік сайлаудағы да жеңісін тойлады. Инаугурацияға 5 күн қалғанда 2009 жылдың 15 қаңтарында саясаткер Сенаттағы өкілеттігін тоқтатты. Барак Обаманың 2 мерзімінде де вице-президент қызметін атқарған Байден біздің елде 2014 жылдың ақпанында Украинадағы биліктің ауысуы мен одан кейінгі оқиғалардың бақылаушысы ретінде де беделге ие болды. Кейінірек ақш Сенаты Байденнің Украинамен байланысын тексеруді талап етті. Осы жылдар ішінде Байден Ресейге қатысты қатал позицияны ұстанатын адам ретінде танымал болды. Украинадағы оқиғалар мен Қырым аннексияланғаннан кейін саясаткер Ресей Федерациясын бүкіл өркениетті әлемнен оқшаулауды жақтады. Ол еуропалық елдерді ресейлік энергия ресурстарын сатып алудан бас тартуға сендірді және Ресейді либералды әлемдік тәртіпке басты қауіп деп атады. Дональд Трамптың президенттігі кезінде Байден ресейлік қауіпке байыппен қарамады деп оны айыптады. Әлемде демократия мен авторитаризм арасында күрес жүріп жатыр және Америка Құрама Штаттары бұл күресте еркін әлемді басқару керек деп айтты. Дегенмен 2009 жылы ол бұл мәселеге икемділікпен қарауға дайын екенін білдірді. Ресеймен қарым-қатынаста біз қалпына келтіру түймесін басып, біз бірге жұмыс істей алатын және қажет жерде барлық байланыс нүктелерімізді қайта қарауымыз керек деп айтты. Екінші мерзімнен кейін Байден Пенсильвания университетінде халықаралық дипломатиядан сабақ беру үшін саясаттан кетті. 1966 жылы 17 тамызда Джо Байден Сиракуз университетінде танысқан Нилия Хантерге үйленді. Бұл некеден 3 бала туды. Қызы Наоми, ұлдары Хантер және Бо. 1972 жылы 18 желтоқсанда Сенатқа сайланғаннан кейін көп ұзамай Байденнің әйелі мен кішкентай қызы жол апатынан қаза тапты. Саясаткердің ұлдары да сол жерде жарақат алды. Бо аяғын сындырды, ал Хантердің бас сүйегінде жарықтар пайда болды. Байден ұлдарына қамқорлық жасау үшін Сенаттан кеткісі келді, бірақ оның партияластары ер адамды мұны істемеуге көндірді. Дәрігерлер балаларын толық сауығып кететініне уәде берді. Дегенмен Байден Вашингтонға Делавердегі үйінен күн сайын пойызбен әр жолға 1,5 сағат баратын. Ол Сенатта 36 жыл бойы қалыптасқан әдеті. Джо Байден өзінің екінші әйелі, ағылшын тілі мұғалімі Джилл Трейси Джейкобсты саясат пен өмірге деген қызығушылықты қалпына келтіруге көмектескен басты адам деп атайды. Олар 1975 жылы сенатордың ағасы белгілеген күні танысып, 2 жылдан кейін үйленді. 1981 жылы ерлі зайыптылардың Эшли атты қызы болды. Саясаткердің үлкен ұлы Бо заңгер болды және 2007 жылдан бері Делавердің бас прокуроры қызметін атқарды. 2015 жылы 30 қаңтарда ол ми ісігінен қайтыс болды. Байденнің кіші ұлы Хантер де заңгер болды. 2014 жылдың 2 мамырында ол Украинада газ өндірумен айналысатын кипрлік Бурисма холдингінің басқарма мүшесі болып тағайындалды. Бұл тағайындау көптеген сұрақтар мен сындарды тудырды. Байденнің 2015-2016 жылдардағы мінез-құлқы Украина әкімшілігі Бурисма компаниясының қызметін тексергісі келген кезде одан да көп сұрақтар туындады. Біріншіден, 2015 жылдың жазында Украинадағы елші Джеффри Пятшокинге тергеуді әк қолғаппен жүргізу керектігін айтты. Прокурор мұны ештеңе істемеу туралы нұсқау деп түсінді. Содан кейін 2016 жылдың көктемінде Джо Байден өз сөзімен айтқанда президент Петр Порошенкодан 6 сағат ішінде Шокинді жұмыстан босатуды талап етті. Әйтпесе Украина $миллиард қаржылай көмек алмайды. Шокин жұмыстан босатылды және кейінірек оның отставкаға кетуіне Бурисманың ықтимал теріс әрекеттерін тексеру себеп болды деп болжады. 2017 жылы Бурисма қатысты іс тоқтатылды. Джо Байденнің кіші қызы Эшли әлеуметтік қызметкер, сонымен қатар сән саласында жұмыс істейді. Джо Байден және Дональд Трамп 2020 жылғы ақш президенттік сайлауы.
Байден 2019 жылдың 25 сәуірінде ақш-тың президенттік сайлауына қатысатынын жариялап, Твиттерде: "Бұл ұлттың негізгі құндылықтары, біздің әлемдегі ұстанымымыз, біздің демократиямыз, барлығы Американы Америка қылып жасағанына қауіп төніп тұр. Сондықтан бүгін мен ақш-тағы президенттік сайлауға өз кандидатурамды жариялаймын." Байден науқанның басынан ақ Трампқа ғана емес, Ресей президенті Владимир Путинге де айқын оппозицияда болды. 2019 жылдың 21 қарашасында ол: "Бірінші түсінгенім, Дональд Трамп менің кандидат болғанымды қаламайды. Бұл анық. Екіншіден, мен Владимир Путин менің президент болғанымды қаламайтынын түсіндім." Байденнің кандидатуралық науқаны өте оңай басталған жоқ. Ол Айова, Нью-Гэмпшир және Невада штаттарындағы кокустарда жеңіліп қалды. Дегенмен, саясаткер ұлттық сауалнамаларда үнемі көш бастады. 1 наурызда Оңтүстік Каролина штатында өткен конгресте ол 49,2 дауыс жинап, бәсекелестерін жеңді. Содан бері ол көшбасшылығынан қол үзген жоқ. Наурызда Байден әйелді вице-президент етіп тағайындауды жоспарлап отырғанын мойындады. 11 тамызда Байден осы лауазымға Калифорния сенаторы Камала Харристі таныстырды. 18 тамызда ол ақш Демократиялық партиясының кандидаты ретінде ресми түрде жарияланды. Джо Байденнің Дональд Трампқа қарсы бәсекесі екі негізгі партияның президенттікке үміткерлерінің де жасы 70-тен асқан бірінші рет болды. Сонымен осылай,